Қазір бізде қоғамда мынандай случайлар көп екен да. Біреудің үйіне тастап кету, бір жерден шаш тауып алу, жаңағы пердесін қырқып алу деген сияқты әртүрлі киімдерін ұрлап кету, киімі жоғалып кету, баланың киімі жоғалып кету, өзінің іш киімі жоғалып кету деген мәселе бойынша сұрақ қойғым келіп тұр сізге. Ол жағы қалай болады? Сиқыр сеуіс алады ғой. Сол арқылы істейді. Әйелдерге де көбінесе іш киім ұрлайды әйелдерден. Сосын колготки бар ғой, сондай нәрсе ұрлайды. Сосын үйіне түйрегішпен жасайды. Көбінесе үйнені животқа жібереді да, екі жағын түйіп тастайды. Сөйтіп мына перде, жалюзиға тығып кетеді. Кейбіреулер андай плинтус бар ғой, плинтус қарасаң көрінбейтін жерге тығып кетеді. Плинтус, кроваттардың бір нелері болады ғой, ана тігістері, тігіс шофтар бар ғой, шофтың арасына тығып жібереді, көрінбейді анау. Кого-то шоф сияқты болып тұрады да, неше түрлі сиқыр істеп жатады ғой. Есіктің босағасына тығып кетеді обналичниктерге. Былай бір қарағанда көзге көрінбейді ол. Бірақ сол уже кітті үйденің өзі сиқыр болып тұрады да, соның охраннигі болады. Сол охранник сол үйде жүреді де, ана адамдарды мазалайды, қылғындырады, бастырып қалады, жаңағыдай шошытады, болмаса ұйықтап алса қасында біреу қарап тұрған сияқты дейді. Кейбір айтады, қасымда біреу жатқан сияқты дейді. Ондай да болады, неше түрлі. Кейбір айтады, ұйықтап алсаң, қоян көзсең, бұл жүн қол бүйтіп ұстап құшақтап жатыр дейді. Шошып атып тұрам дейді да. Неше түрлі болады. Түрлі. Кейбіреу жаңағыдай мынандай нәрсе болады, тағы да мен практика болған. Кейбір адамдарға әйел жын кіреді ғой. Әйел жын кірген кезде еркегі сыртында қалып қояды. Сол мысалы әйелге или жас қызға кіріп кетті, мысалы әйел жын анау еркегі келеді де, анау қызды құшақтап жатып ішіндегі өзінің әйелімен, жын әйелімен сөйтіп контакт болып жатады. Ондайлар да бар. Айтады, түсімде ұйықтап жатсам, постоянно бір-біріне қамап қояды дейді. Сосын тағы не істейді десем, постоянно әртүрлі еркектер келеді. Сосын бұл айтпақшы жындар жинақор болады. Бұл иттер сияқты. Анасы бір, әкелері көп. Жындар да сондай. Жаңа бір қыз айтады да, постоянно бір сценарий дейді. Бір бөлмеге қамап қояды, әртүрлі еркектер келеді дейді. Не істейді десем, жыным келеді, зорлайды дейді ғой. Сол құшақтайды, сүйеді мені, қыдықтайды дейді. Жеркенем алардан дейді. Кәдімгі келіп та жүн дейді да, жаңа сүйіп жатады, бірақ андай бастырылып жатам дейді да, қозғала алмай. Сүйіп кетеді, қыдықтайды мені, жаңағыдай өздерінше ойнаған түрі ғой. Бірақ дым істей алмай бүйтіп жатам, қозғала алмаймын дейді. Бірақ ішімнен жеркеніп жатам алардан дейді да. Ондай да бар нәрсе мысалы. Тылсым болғанмен, бірақ бар нәрсе. Ол өзіне көрініп тұр да, маған өзіне көрініп тұр, соны айтып тұр мысалы. Адамдар өздері айтады. Өздеріне көрінеді, бәрін емес, бірақ кейбіреуіне анық көрінеді. Оқып алсаң айтады, ана кеп тұр дейді мысалы. Біреусі айтады, сен оқып алсаң кобра болып кеп тұр дейді. Анаған көрініп тұр, мен көріп отқан жоқпын оны. Байқаса ештеме жоқ. Бірақ айтады, дәу бір кобра кеп тұр, сізді жұтамын деп тұр деп. Сонда мен айтамын, көрсін да жұта алса деймін да. Енді олар тылсым нәрсе ғой, жұта алмайды ғой. Бірақ ана адам арқылы уасваса қорқытысы, рухия оқымаса қорқытысы келеді. Жұтамын дейді да, мен айтамын, қандай десем, ойбай, сіз оның қасында мынандай болып тұрсыз дейді. Хорошо деймін, ары оқып алсам, қарасам, жаңа қандай болсам азайып келе жатыр дейді, кобра. Рухия біткенше қандай болса менен болып қалды дейді да. Сиқыр арқылы істеп тұрады да. Бір-екі күн оқығаннан қалай ана кобра қандай жағдай десем, уже өліп болып жатыр дейді, уже көрдің ба? Сондай нәрсе да. Тылсым, бірақ бар нәрсе. Құран оқыған кезде өртеніп кетеді, күл болып қалады. Ол бар нәрсе. Мысалға, көріпкелге баратындар болады, құмалақшы, көріпкел жағалайтын болады. Адамдар ана ішкі жаны арпалысқан кезде қаяққа барарын білмей, жаңағыдай көріпкелдерге барады ғой. Оған бару арқылы одан сайын ұлғайтып алуы мүмкін ба ішкі әлемін? Міндетті түрде ғой. Біріншіден Аллаға серік қосу болады. Өткен айтып отырмын ғой, Алладан сұрамағаннан кейін ол уже Алла тарапынан сынаққа түсуі мүмкін. Кейбір адамдар түсінбейді да, сөйтіп Аллаға серік қосып барады, жаңағыдай құмалақшыларға, сиқыршыларға барады ғой. Аллаға серік қосқаннан кейін Алланың өзінен сынақ келуі мүмкін. Өйткені ол Алладан сұраған жоқ қой. Алланың жаратылысынан сұрап тұр да ол. Соның өзі уже сынақ болуы мүмкін. Айтады, жолым байланып қалды дейді да. Мен айтам, өткенше Аллаға серік қостың. Құранда ең үлкен күнә Аллаға серік қосу. Құранда Алла тағала айтады, бүкіл күнәларды кешіру мүмкін дейді. Бірақ серік қосқанда ешқашан кешірмеймін дейді. Құран аяты ғой. Енді сол жаңағы сиқыршыларға дейміз ғой, сиқыршыларға жаңағы шай алып кел, тұз алып кел, су алып кел деп атады ғой, дем салып берем, сол арқылы сенің бойың жеңілдейді, тазарасың деген сияқты. Ол мәселе бойынша қалай болады сонда?
соған жасайды ғой сиқырды. Тұзға айтып отырмын бағана тұз. Тұзға оқиды, ана бүйтіп қой, бүйтіп қой, ана кроваттың астына қойып қой дейді, суда шаш дейді. Со неме, мысалы брызгінің сиқыры, мысалы су ғой. Келіп стенаға шашып жібересің, ол кеуіп кетеді да, бірақ ол стенада қалып қояды. Ол көрінбейді. Кейбіреулерде анандай майлы нәрсе емес дейді. Қарасаң, стенада майлы пятналар тұрады да, ол уже көзге көрінетін нәрсе. Суға жасалған нәрсе көзге көрінбейді. Бірақ сол сиқыр тұрады сол стенада. И соны охраннигі болады жын. Сосын ол міндетті түрде мазалайды ғой адамдарды. Шай ішкен кезде ол адам денесіне сіңіп кетуі мүмкін, иә? Шайға... Иә, выпитый сиқыр болады ғой, сиқыр мәкул деп айтады. Сиқыр мәшруп дейді, съеденный дейді. Тамаққа қосып береді. Сосын өлімге жасаған кезде көбінесе нәріспен жасайды. Әйелдерде хайыз күні келетін қан бар ғой, сонымен жасайды көп. Ол уже өлімге жасайды. Өйткені диагноз жасап оқып жатқан кезде соған қатты береді. Қанмен жасайды. Ол өте қауіпті. Сосын жаңағыда инелермен жасайтындар, олар көбінесе паралич болып қалады. Кукланы алады, ол кукланады да бүкіл денесі ине тапсайды ғой. Ол адамдар параличтен қайтыс болады бірақ. Андай бір случай болған. Бір отбасы, енді ерлі зайыптар ғой, күйеуі мен әйелі, екеуі де паралич болып қалады. Сөйтіп әйелі, в общем, қайтыс болып кетеді. Жаңағы тоже кресло отырып қалады, сөйтіп инсульт болып қалады ғой деймін. Инсульт болып паралич болып қайтыс болып кетеді. И күйеу тірі, бірақ жаңағыда креслода отыр да. Сөйтіп үйдегі балдары көктем күні огород қазбай ма? Огород қазып жатса, сөйтіп кукланы тауыпты. Кукланы бәрін ине тығып тастаған. Ана инені алып, енді жоймаймын, сиқыр жойғаннан кейін ана кісі тұрып кеткен. Сиқыр жойылса, адамға уже әсер етпейді. Сондай нәрсе де бар. Бірақ ол сиқыр думе деп айтады оны. Бірақ жаңағыдай ол сиқыр табылмаса, ол адам түбіне жетеді. Ол ең қиын сиқырдың біреуі. Жаңағыдай, ана өлімге жасаған болса, мынаусы да сол өлімге алып келеді, паралич арқылы. Инсульт или инфаркт болады. Болмаса жаңағы комаға түсіп кетеді. Бұл сонымен қайтыс болып кетеді. Ол ең ауыр сиқырлар. Енді шайтандардың жұмысы ол адамдарды түбіне жету ғой. Иә. Әйел мен еркегін ажырастыру. Иә. Жаңа балаға, ішінде бала болса түсік тастату. Иә. Адамдарды өлтіру. Қоғамды бұзу. Иә, қоғамды бұзу. Әртүрлі жаңағы еркектерге, әйелдерге ой салу мүмкін. Зина жасауға. Иә. Мысалға. Иә. Ер адам мен әйел адам уже бір бөлмеде отырса, үшінші шайтан дейді. Уже әйелге де анаған давай деп отырады ғой. Уже азғырып отырады. Өте қауіпті. Иман әлсіз болса бүлдіріп қояды. Құдай сақтасын. Сондай ғой. Сол үшін ол шайтандар өте қу. Өте қулықтар көп. Уасас көп тастайды сосын. Ойлар. Ой. Неше түрлі тастайды. Мен сол ой арқылы білемін да, что бойында жын бар екен. Неше түрлі тастайды ғой. Бұл жағында күлім келеді да. Адам өзімнің ойым деп ойлап. Иә, менде бір жігіт келді. Айтады, аға дейді да, миым ашып кетті дейді. Ана болады ғой, раздвоенный личности дейміз ғой, бір екі адам сияқты. Екі адамның дауысы кетті. Иә, бүйтіп бірден ойлап алсаң, олай емес қой, былай ғой деп тұрады ғой, ол раздвоенный личности дейді. Былай айтады, аға менде расстроенный личности дейді. Не сезініп тұр десем, бірден ойласам, ана жерге миым ашып кетті, диалог дейді ғой, олай емес қой, былай ғой, жоқ, олай емес, былай ғой десе, кәдімгідей. Сөйтіп рухи оқып алсам, айтады, аға дейді, бойымда екі жын бар екен. Сезіп отыр ана бала, өте пысық екен. Қалай сезіп отырсам, сөйтсем, біреусі ұрғаш екен, біреусі еркек екен дейді. Сосын ары оқып отырсам, еркегі тормыз екен дейді. Ана бала енді күлдіріп айтады ше, әйелі қақпас екен дейді. Оны қалай біліп отырсам, сіз рухи оқып отырсаңыз, ана әйелі сонда ой салып жатыр, защита ғой деп жатыр дейді да, мына еркегі бүйтіп анау болады ғой бір қарап, қойшы деген сияқты тез бұрылып жатыр дейді да. Шамалдан кейін жаңағы екеуі де қашып кетті дейді, дене тығылып қалды дейді. Ол баланы 10 шақты күн оқыдым ғой деймін. Бір күні келгеннен кейін айтады, аға кеше қатты миым ашып кетті дейді да, что-то уасуас көбейіп кетті деді. Сол келгеннен не болды деймін, ана әйелі неғып жатыр дейді. Замок қой, замок защита қой деп жатыр. Мен замоктар оқи бастаймын. Ана денеде қайқы қашарын білмей қалды дейді да. Сол оқыдым, қашып кетті ана екеуі қатырап. Ертеңіне келдім, аға күшті болды дейді да, таңертең намазымды жинап алдым. Ұйқыдан тұрғанда, көзімді ашқанда нервничать етіп тұратын тұғым дейді. Анама да ренжимін жаңағыдай, себепсіз дейді да. Біреуді көрсем, ашуланып тұрамын дейді да. Бүгін тұрдым дейді да, альхамдулилля дейді да, настроением күшті. Тұрдым да намазымды оқып алдым дейді.
анама деген көзқарас басқа дейді да, жаңағыдай уже мейірімдік пайда болды. Адам бойына жын шыққан кезде адам өзгереді. Көңіл бастайды. Иә, көңіл күйім күшті болды дейді да, рухи әкет, күшті болып тұрмын дейді да. Сол 2 күн 3 күн оқыдым контрольны. Болды, әңгіме жоқ дейді. Кетті тазарып мысалы. Өзінің адами қалпына түседі. Иә, өзі айтады, мен мынандай состояние біраз жыл болды маған дейді. Былайша өзі ақкөңіл жігіт. Өте андай добрый дейміз ғой, добрый жігіт өзі. Жаңа айтады да, анау состояние, мынау состояние екеуі екі түрлі дейді да. Аналар мазамдалып жетті дейді ғой. Бірақ жаңағыда көз сүймен кіріп кеткен. Жап-жас жігіт, жасы 30-қа толмаған, 27-дегі бала, по-моему. Ондай нәрседе болады мысалы, әртүрлі да. Сондықтан адам үнемі іздену керек қой. Иә. Мысалға медицинаға барасың, емін таппай атасың. Дертіңе да. Мысалға Құранда айтқан ғой, мен сендерге дерт берсем, шипасын қосып бердім. Иә. Сондықтан адам іздену керек, әрекет ету керек, амал жасау керек. Мысалға рухиятаға да барып оқылу керек, дәрігерге де барып көріну керек. Әртүрлі амал жасаса, білмейтіндерден білетіндерден сұраңдар деген аят бар Құранда. Мысалы, бүкіл бәрін білу мүмкін емес қой. Сен мысалы психологсың, біреу тарихшы. Мысалы, сен тарихтың жұмысын білмейсің, ол психологтың жұмысын білмейді. Саған мысалы бір тарихтан бір ақпарат керек болса, сен тарихын шақырып алсаң, айтасың, осындай тарих туралы айтып берсейсің ғой, қызық қой мысалы тарих. Ол айтады, мен психологияны дұрыс түсінбеймін дейді да. Сен маған түсіндірші сөз қарасаң, екеуі мен опытым. Сен де мәз болып қаласың, ол де мәз болып қалады. Мысалы да, ол бүкіл бәрін білу мүмкін емес. Әркім өз саласы, әркім өзі маманы болады. Сосын мына дем салу мен рухи екеуі екі бөлек. Дем салу бәрі Құранмен байланысты болғаннан кейін, дем салу Құран оқиды, бірақ жаңағыдай жын шығарумен айналыспайды. Только дем салады, болды, сонымен шектеледі. Бізде диагноз жасаймыз, анықтаймыз, анау жынды шешіп, сөйтіп полный шығаруға дейін ойналамыз, басына аяғына дейін. Тек адам до конца өзі келсе болғаны, иә? Иә, бұл жерде енді әркімнің несі бөлек қой енді. Өткені келген кезде де бүйтіп әртүрлі жағдаймен келеді ғой. Бірақ рухи оқып бастағаннан кейін қарап алсам бойында не жоқ. Мусордың бәрі шыға бастайды ғой. Қарап алсам көз тиюмен де жын кіріп кеткен, завистьпен де жын кіріп кеткен, қызғанумен. Қарап алсаң сиқырдың түр-түрі бойында. Оқып алсаң ше, анау сиқырда, мынау қарап алсаң ішінде жындар талпасымен жүріп жүр. Қашан бітеді дейді ғой, бетіме айналайын деймін да. Сен маған подаркамен келіп тұрсың ғой, бір Алла біледі қашан бітетінін. Күнде келіп отырасың, мен оқып отырамын. Содан кейін белгілі болады уақыт. Ол қандай жын, қандай дәрежеде отыр, қандай защита қойып қойған. Кейбір защита тез шешіліп кетеді. Кейбір защита жаңағыдай ғой енді. Ұзақ оқылады, ол маған байланысты емес ол. Ол бала кезден кіріп кеткен болса, ана адам 40-50 келген болса, ар адам осы 40 жыл өтіп кеткен болса, ол не деген уақыт қой ол? Ол сүйекке дейін сіңіп кетуі мүмкін. Конечно, ол, Мен мысалы мынандай практикада болды, бір әйел адамды оқыдым. Ол өз әңгімесі бойынша, солардың көршісі болған екен, бір шал кісі. Бірақ жаңағыдай қай жерге көзін шықса да, мал болса қырылып қалады. Сондай бала қарсы бала ұрып қалады, даже шетінеп кеткендер де болған. Сөйтіп бір 3 жасында анау кісі үйлеріне кірген, бұл барғанда алда отырып алған ғой. Жаңа шалдың ше. Енді әке-шешесі ана шақырып алса, ана шалдан қорқып тұр да. Сөйтіп отырған, сол кезде короче ана шалдың көзі тиген ғой, қыз сол кезде қыз ғой енді. Маған келген кезде ол кісі 63-те. 60 жылдан кейін ішіндегі жын бар екен, контакт шығарып бердім ғой мен. Шыңғырып ана ішіндегі жын ше қашып. Ондай да болды. Енді ол бірақ 60 жыл болды отырғаны. Мен айтам, ол оңайлықпен шықпайды. Мен айтам, өткен ол сені каждый клетканы байлап ұстаған, сенімен бірге өсті ол. Ол ертең мен оны шығаратын мысал жағдай келгеннің өзінде, ол сенің жүрегің бұл жерде қысып жібереді да, сен просто өліп кетесің, шыдамайсың. Үлкен кісілер шыдамайды. Кейбір айтады, анам бар, ауыр 80-ден асқан. Мен айтам, ол кісі уже дәуір. Жасып қалуы мүмкін ғой. Мен айтам, ол кісінің біріншіден дәуірде келді уже, 80 асқан уже. Ол жасармайды, ол шындық қой енді. Құранда да бар мысалы, адам қартайған кезде алжитын туралы аяттар бар Құранда. Кішкентай бала сияқты оқып қалады деген. Ол Құранда аяттар бар. Сондай айтсаң жаңағыда кейбіреу ренжиді да. Мен айтам, ол рухияны көтере алмайды. Если он даже бойында жын болса, мен мысалы оқимын ғой, рухи оқыған кезде анау жын қорыққаннан жүрегін қысып жіберсе, оны ажалдан ертең өліп қалса, мен себепші боламын ғой өлгеніне, маған не керегі бар оның? Артық қыламыз, тыртық қылып жібереміз. Ертең мен Аллахтың алдында мен жауап беремін ғой. Сондықтан үлкен кісілерге не желательно, иә? Ол даже дем салудың өзі анау жындар қорқып, қысып жіберуі мүмкін да, қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондай нәрсе ғой. Көп ондай, даже жас қыздарды өліп қалғандар болған рухияда. Жүрегін қысып жіберген, қайтыс болып кеткен. Мешіттің ішінде ондай да случай болған. Ана жын шыққысы келмей. Өйткені менде бір практикада болды. Бір келіншекті оқып жатсам, сен өлімге жасаған екен сиқырды.
енді оқып алсам анау айналып жағына келіншек ішіндегі жын айтады, мен әлі өзім жұмысымды бітірген жоқ, мен әлі оны өлтіруім керек дейді. Ол әлі өлген жоқ қой, мен өлтіремін, сөйтіп барып шығамын дейді. Енді мен оқымасын деп тұр да, енді былайша айтқанда. Мен айтамын, мен сені өлтіремін деймін ғой, жаңағыда албасты деймін да, жаңағыдай арасына шамалы не қыласың ғой. Олардың да қулықтары, біз де олардың қулығына не қыламыз ғой. Сонда әрекет жасайды да, бұлар уже мүмкіндік болса, соны жаңағыдай өлімге апаратын амалдар жасатқызады. Қол жұмсауға ше, дарға асылуға, болмаса поезддан астына түсуге, терезеден секіруге, ондай да болады. Болды менде мысалы бір жас бала келіп жүрді, енді кейде ерте оқып қояйық, келіп қояды да, күтіп тұрады. Ол кезде мен бір офисте жұмыс істедім, қабылдадым. Сол кезде айтты, аға, пока сізді күтіп тұрған кезде анау ой салып жатыр дейді, терезеден секіріп кетті дейді. 4-ші жатыр ол. Болды ғой уже суицидқа тап тұр да, уже қол жұмсауға. Бір келіншекті оқыдым, қыз ғой енді, қыз адам. Оныкі жаңағыдай рухи оқып болғаннан кейін дейді, қазір мен шыққаннан кейін машинасынан түсіп өлемін деп жаңағыдай. Мен айтамын, сені кім түсірткізеді машинасынан десем, онда мен терезеден секіріп кетемін дейді. Кәдімгідей сайрап тұрған уже. Өйткені миссиясы өлтіру да, оны өлімге апару. Соны орындай алмай тұр да, анау мен рухи оқып өртеп жатырмын ғой. Анау өзінің ісі орындалмайтын болғаннан кейін уже ана қулықпен алғысы келіп тұр да, оқытпауды амал жасап тұр. Ондай да болады. Сіз рухияны оқып жатқан кезде адамда әртүрлі жағдай болуы мүмкін, Иә. Мысалға, денесі қызуы мүмкін. Иә. Денесі салқындап кетуі мүмкін. Тоңы мүмкін. Сосын тағы қандай белгілері бар? Үйіп қалады, зіл басып кетеді. Бастан басап аяққа дейін зіл басып кетеді. Кәдімгі анау бір ауыр жат адам үшін қоймаймын, мысалы. Адам бір мойнына бір адам мінгізіп алған. Иә, бір қап күріш болмаса, екі қап күріш бар сияқты сонда ауырлап қалады, денесі зіл басып кетеді. Өйткені жын ажырай бастайды ғой, сол кезде зіл баса бастайды. Адам бойына негізі жын шығатын кезде зіл баса бастайды. Ол жұрттар ойлайды, жын шығару оңай деп, жын шығару оңай емес негізі. Адам бойына жын шығатын кезде адам қатты шаршайды. Иә, ол ана кейбір видеоларды көріп жатасың, жын шығарып алса, ана жерде рахаттанып жатады да, анау шығатын жын. Удовольствие алып жатады да, мен айтамын, өтірік нәрсе. Адам бойына жын шығатын кезде ол адам не дайыт болады, шаршап қалады. Өйткені ол бүкіл денесін байлаған ғой. Ана денеде ажыраған кезде ананы былайша қалай айтсам екен. Мысалы адамның денесіне жел қаштап қойшы. Кернеп тұрады ғой. Иә. Ана желді шығарып жүрген кезде босап қалады ғой. Адам сондай болып қалады да былжырап қалады. Осы кезде ана жын шығуға дайындалады. Анау состояние келмей ол жын шықпайды. Болмаса бір мүшені зіл басып жатады, мысалы аяқта зіл басып жатады да, сол жерде анау шешпегенше ол сол жерде жата береді. Сосын айтады, аяғым вообще сезіп жатқан жоқпын дейді. Үйіп тұр дейді да, анемия дейміз ғой, сондай мысалы. Ана бәрін шешкеннен кейін ол қашып кетеді, қашып кеткеннен кейін ана жер жеңілдеп қалады. Бірақ кейбір адам бойында көп жын болуы мүмкін да, ол жерде бірнеше жер уже зіл басып тұрады. Біреу айтады, басым зіл басып тұр дейді. И содан келе екі аяғымда зіл басып тұр дейді. Одан келе ішімде де зіл басып тұр дейді. Бір адам ішінде белімде де зіл басып тұр. Сол қарап алсаң, есептеп алсаң, бойында бірнеше жын бар. Өйткені жын мәселесі именно қай жерде жатса, сол жерде зіл басып тұрады. Содан білуге болады да. Оқыған кезде сөйтіп көрсетеді. Бірақ кейбіреулер жаңағыда защитанасына тығылып қалса, ол кезде анау защитаны бұзбағанша жаңағы зілде баспайды, да көрсетпейді. Келеді, қалай келеді, солай кетеді. Оны көбісі ойлайды да, шығып кетті дейді, болды. Бірақ ол шығып кеткен жоқ. Жаңағыда капсулада жатады, болды. Оны бәрін қозғап, ананың бәрін капсуласын жарып, контактқа шығармағанша ол жын шықпайды. Ол үлкен еңбек. Оның шығып кету белгілері қалай бар? Көзге көріне ме ол нәрсе? Көзге көрінбейді ол. Бірақ адам өзгереді айтып отырмын ғой. Негізі ондай нәрсені маған айтуға болмайды, өйткені ол конкуренттер өздері тауып алу керек қой негізі. Белгілерін, ол конкуренттерге информация ғой. Бірақ айта берейік, енді Алла разы болсын, адамдар білсін да. Бірақ негізі адам бойына жын шыққан кезде ол адам қатты өзгереді. Мейірімділік пайда болады. Көзім ашылды дейді, жаңа кәдімгідей. Кейбіреулер сиқырдың әлегімен кәдімгі мына біз светтерді көреміз ғой. Бойындағы агрессиясы кетуі мүмкін. Иә, ол кетеді, ол 100% кетеді. Иә, сосын мынада көз қарасының өзі өзгереді, светтер басқаша болып кетті дейді, яркий болып кетті дейді. Өйткені сиқыр істеген кезде көзді байлайды, сиқыр арқылы. Көздерге түйін байлайды. Сол кезде бұлар басқаша көреді, сосын бұлар жындарды көріп тұрады. Уже көзде түйін болғаннан кейін сиқыр арқылы бұлар жындарды да көріп тұрады. Сосын да ол жындар шыққаннан кейін көзі жақсы көретін болады. Агрессия кетеді. Жүректе мейірімдік пайда болады.
біреуге бетіне түкіріп тұрса да уже реакция бермейді. Жаңағыдай соншалықты спокойствие дейміз ғой, тыныштық пайда болады, дене жеңілдейді, ой тазарады. Намаз оқитын болса зікір күшейеді. Өйткені жындар зікірден кері тарттырады. Намаз оқып отырса, намазды да жай кейбір айтады, жай намазымды ақтарып жібереді дейді. Уже анау ол ішіндегі жын емес, ол уже жын састарын істеп тұрады. Олар қорқытады да, оны опыт жоқ адам бірден ойбай деп қорқады да, ол уасуас. Ол жерде аузы билляхи мина шайтанир раджим десең болды, қашып кетеді аналар. Уже көбден қорқудың керегі жоқ дейсіз ғой. Қорқудың қажеті жоқ. Ол уасуас арқылы кейбір айтады, тас лақтырады дейді. Лақтыра берсін. Не істейді ол саған? Ол да адамды өлтіре алмайды олар. Ауыз билан айтсаң, болды, қашып кетеді. Болды. Бірақ сол арқылы адамдар қорқытады да уасуас тастайды. Сосын пайғамбарымыз айтқан, оларға қарғыс айтпаңдар деген. Мысалы айтамыз ғой, проклятый шайтан дейміз ғой, қарғыс атқан шайтан. Сосын жаңағы нешасын шайтан дейміз ғой, жаңағыдай. Сөйтіп айтпаңдар дейді. Өйтіп айтқан кезде олар күшейеді дейді, үлкен дәу тау, жаңағыдай үлкен үй сияқты секілді болып кетеді, күшейіп кетеді, құтырып кетеді дейді. Оларды құтылу үшін не істеу керек дейді, ауыз билляхи мина шайтанир раджим, болмаса бисмилля айтсаң шыбын болып қалады дейді. Болды. Сол үшін кейбір қарап алсаң, жаңағыдай қарғап отырады ғой, жындарды қарғаудың қажеті жоқ. Ауыз биллян айту керек, бисмилля, ла иляха иллалла, болды, бірден шыбын болып қалады. Зікірді айту керек та, иә. Сондай мелочтер көбісі білмейді. Менің бір көрші апам болды, әже ғой, үлкен кісі. Бір баласы ұйықтай беретін тұғын да үйінде. Сол кезде билеп айтатын, не болды, денеңді албасты басып жатыр ма деп ше. Оның албасты деген аты бар, иә? Жоқ, албасты, иә, несі ғой, бір аты ғой. Әзәзіл дейді, албасты дейді. Ол ештеңе қылмайды, жаңағыдай ғой, қарғыс айту болмайды, жаңағыдай. Соны екеуін айтпасам болды. Атақ өзінің аттары бар ғой. Сондықтан адамдар, егерде бойында қандай да бір дертіне шипа таппай жатса, міндетті түрде рухияға келіп емделсе болады, иә? Болады ғой, бірақ оқытылса болады, бірақ негізі адам өзі ізденген жақсы ғой. Ол жерде кейбіреулер медицинадан ешқандай да бір жеңілдік жоқ дейді ғой. Результат жоқ дейді да, мысалға. Қаяққа барарын білмейді, басын тауға дарады, тасқа дарады, жүгіреді ғой, ары бері. Қаяқтан бір шифа болады деп ше. Енді бұл жерде мынада нәрсені ұмытпау керек, әсіресе мына намазханда да. Жеңіл жолын іздейді. Негізінде біз Аллаға зікір айтамыз ғой. Зікір айтқан арқылы біз Аллаға жақындаймыз. Мысалы, неге мысалы мынада нәрсе бар да, Құран оқып отқан кезде кейде жаңылысып қаласың. Сен мысалы біраз уақыт Құранды ашпаған болсаң, Алла Тағала сені Құранды ашып қайталасын деп қалап тұр да. Сосын сен әр Құранды ашып оқыған сайын осыған еще сауабын береді ғой, әр әріпке. Мәселе қайда жатыр да? Алла Тағала сауабын беруін қалап тұр да саған Алла Тағала. Сосын қайталағанын қалап тұр. Да, оны көбісі түсінбейді. Сол үшін Құранды көбірек ашып тұру керек, зікірді көбейту керек. Жаңағыдай сынақтар келе ма, Алланы еске алмасаң, Алладан аластасаң, ол сынақ келе береді. Алланы ұлықтап, Алла, бір Алла деп, бисмиллямен тұрып, бисмиллямен жатып, қандай әрекет жасаң, бисмиллямен жүрсең, оң аяқпен оң қолмен істесең, берекелі болады. Бисмиллямен жүрсең, уже уверен жүрсің. Мұхаммед саллаллаху пайғамбарымыз айтқан ғой, өз-өздеріңді тазалаңдар. Фалақ, Нас, Аяттул Курси сүрелері. Өз-өздеріңе дем салыңдар деген ақшам намазынан кейін, жатар алдында. Дәл солай өз-өзіне дем салуға болады, иман күшейту керек, құлшылықты көбейту керек. Енді ол кейбір айтады, намаз оқысаң намазға кедергі. Ол жерде енді ол қиын мәселе, өйткені әркімнің жүрегінде не бар екенін білмейсің ғой. Мысалы, кейбіреулер келеді рухияға. Оқып отырасың, қарай болсаң, ана адам тәкаппар да. Тәкаппар оқып отырсаң, сені менсінбей отырады ғой. Оны кейбір адамдар айтады, оның ішіндегі жын ғой дейді да. Мен айтам, ол жыннан емес. Ол өзі сондай тәкаппар болғаннан кейін, ол Алладан сынақ келіп тұр ол кісіге. Өйткені мутакаббир, Аллахтың ұлы есімі ғой, мутакаббир. 99 есім бар, ұлы есімі ғой, мутакаббир. Тек қана Аллаға лайықты. Адам тәкаппар болғаннан кейін, ол Алла тарапынан сынақ келуі мүмкін. Оқып отырсаң, жаңағыдай менсінбей отырады, мен айтам, менсінбейтін болсаң, неге келдің деймін да. Мықты болсаң, ақылды болсаң, өзің-өзіне дем салып алсай, рас қой? Оқып отырсаң, ананы оқыма, мынаны оқы, мен ананы тыңдағам, мынаны оқығам дейді да. Ақылды екенсің, өз-өзіне оқып алсаң, маған неге келдің деймін да. Рас қой?
Сонда рухияны адам өзіне өзі оқуға бола ма? Болады, неге болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, өздеріңе рухи оқыңдар, бір-бірлеріңе оқыңдар деген ғой. Рухи негізі дем салу деген. Ем ретінде да. Ол баяғыдан бар, хадистерде бар мысалы. Өздерің оқыңдар, бір-бірлеріңе оқып көмектесіңдер деген. Өткен кейбір әрсеп жатады ғой, өзі оқи алмайды. Ол біреу оқып берсе, Алла шипасымен тұрып кетеді. Дұғалар бар, мысалы, шипа дұғалар, шипа аяттары бар. Құран былайша қарап алсаң, мен күнде рухи оқығаннан кейін, Құранның қай аяты болса да шипа. Айтқан ғой енді, Құранда ғой енді барлығы. Дертті берсем, шипасын қосып бердім дейді. Құран оқу арқылы адам бойында дертінен жеңілдеуге болады, ауруларынан айығуға болады. Кейбіреулер жаңағыдай ислам дінінде жүреді ғой, бірақ айтады, намазым что-то не болып кетті дейді, құлшыныс жоқ дейді, Құранға түсе алмай жүрмін. Бірақ біреу кеше мысалы біреулер келді, оқып жатсам, күшті отырмын дейді да. Мен айтамын, бойың таза болса, Құраннан ләззат аласың. Бойың таза болмаса, зіл баса бастайды. Күшті отырмын дейді да. Мен айтамын, болды ғой енді. Құрандар не керек енді. Құран уже шипа болып жатыр да. Ені сау адамға рухия оқыған кезде ол рахаттанады. Оқи беріңізші аға дейді. Менде болды бір ел-жаттар келді, жастар. Әйелінде енді сиқыр не бар, күмән бар да. Екеуі намаз оқиды екен, оқи бастаймын. Күйеуі де бір андай көңілді жігіт екен. Оқып жатыр, аға күшті отырмын дейді да. Оқи беріңізші дейді. Ішіме сіңіп жатыр дейді да. Ойда жатып алған сен аға. Рахаттанып жатырмын дейді да. Оқыды, әйеліне қараса, шашап отыр ғой. Екі айырмашылық да, сондай кезде білесің, екі адам шашап отқан кезде, маған айтады, мә, күшті болып жатыр дейді да, адам денесі су сіңбей ма? Су сияқты сіңіп жатыр, күшті болып жатырмын дейді да, зарядка алып жатырмын. Әйеліне қарасаң, есіне быт болып жатыр ғой. Мен айтамын, сенде жын бар, бұда жын жоқ. Күйеу кіреді, не деп ойнап жатыр да енді. Мүмкін влюблен жиі шығар десе, қойшы деп қой, қалжыңдап жатыр да енді екі ортада. Сосын айтады, енді сені емдел деп, әйелін айтып жатыр ғой, аға кел емдел деп айтып жатыр да. Анау бірақ таза күйеуі. Сондай да негізі. Если проблема болса, жаңағыдай шаршап қалады уже. Даже жын болмаса да, көз тиген болса, бірден есіне бастайды. Сосын көп адамдар білмейтін, алақан терлейді ғой. Алақан терлейтін болса, бойында зависть бар. Алақан ғалым болып жетті кейбір адамдарда. Сода зависть бар бойында. Әсіресе намаз оқып тұрғанда, кейбіреулер тұрғаннан кейін, мысалы намаз оқып тұрса есеп тұрады. Намаздан кейін бітіп қолдан ұстап көрсе, алақанда ғалым болса, бойында біреудің қызғанышы бар. Сонда да қорғану керек. Қызғаныштан не де қорғанасың? Фалақ сүресі. Фалақ сүресінің 5-ші аяты ғой, мен шайры хаседин, еді хасад. Қызғанушылары кесірінен. Алладан пана тілейміз да. Сөйтіп қана қорғану керек. Сосын Аллаға тәуекел. Аллаға тәуекел етсең, Алла өзі қорғайды, иншалла. Иншаллах.